Сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге туылған айға байланысты адамдар қандай мақсатпен осы өмірге келген екенін айтып жіберейін. Мына жерде мен айларды жазып қойдым, шатасып кетпеу үшін. Ең бірінші жаңа қаңтардан бастаймыз. Январь айында қаңтарда туылған адамдар, олар өздерінің бауырларына болғанда жаңағы ағасы, інісі, апасы, сіңілісі деген сияқты сондай бауырларына көмектесуге келгендер. Солармен қарым-қатынас жақсы болу керек, көмек сұраса постоянно көмектесіп тұру керек. Енді біз қазақта жаңа қарасат дейді ғой, сондай қарасатын адам болу керек соларға. Екіншісі, февраль айы ақпан. Ақпанда туылған адамдар, олар әже мен атасына келген адамдар. Егер ақпанда туылған кішкентай балдарыңыз болса, көбінесе әже атасына апарып қасында күндіз болсын, немесе аптасына бір рет болса да ең кемінде. Өйткені олар соларға көмектесу керек, қасында жүру керек, дәрімді алып берші десе алып беру керек. Сондай көмек жасау керек. Өйткені бала кезінде сол өзінің несін отработка жасамаса, ертең взрослый, өзінің ересек өмірінде басқа өзінің жаңағы мысалы әйелі болсын, мейлі қызы болсын, сондай адамдарға уже сондай көмек көрсету керек болатын болады. Ол кезде ол адамдар ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан бала кезінде отработка жасап, әжесі мен атасына көмектесіп, қасында жүріп, әжесі мен атасының баласы болу керек. Сосын келесі үшінші март айы екен. Наурыз айында, март айында туылған балдар, адамдар, бұл жалғыз енді кішкентай балдарға арналған емес. Кез келген, мысалы үшін үлкен адам болсын, кішкентай бала болсын, наурыз айында туылғандар, олар көбінесе өздерінің мамаларына жақын болады. Сондықтан да бұл жерде марттағы туылған адамның мақсаты мамасынан бөлек шығып, жаңа самостоятельность дейді ғой, өзі осы өмірге келгенде самостоятельность үйренуге келген адам болады. Жаңағы ешкім көмектеспейді, бірдеңе болса енді мама деп жүгіріп бармайтындай болу керек. Өзі бәрін өзінің мойнымен көтеріп, сондай самостоятельный болуға үйренуге келген адам. Сосын келесі бізде марттан кейін апрель. Сәуір айында, апрельде туылған адамдар, олар мына әкесінің, өзінің туған әкесінің 50% жаңағы күнәсінің қиындықтарын көтеруге келген адам. Қателіктерін, өйткені апрельде семьяда бала неге туылады? Әкесінің уже өзінің жаңағы күнәлары, қателіктері көбейіп кеткеннен кейін, ол өзі уже көтере алмайды, өте алмағаннан кейін апрельде сол семьяда бала туылады. Сондықтан да апрельде туылған, сәуір айында туылған балдар папасыменен қарым-қатынасы өте жақсы болу керек, ұрыспау керек, керіспеу керек. Сол баланың кесірінен де ол үйде ұрыс-керіс болмау керек. Сосын келесі айдағы жаңағы мамыр айындағы, май айындағы балдар да осыған ұқсас, бірақ олар тек мамасына келген. Мамасының қателіктерін бірге өтеуге, көмектесуге келген балдар олар. Оларда мамасымен қарым-қатынасы өте жақсы болу керек, ұрыс-керіс болмау керек. Міне сондай бұлардың апрельде, майда туылған балдардың мақсаттары сондай. Бірақ жаңағы тағы да бір арасында менде бір клиент болған, мен оған дейін ойланбаппын да, неге деп айтпай жүрдім ғой адамдарға. Сонда мен қай уақытқа дейін оның қателігін жаңағы өтеуге көмектесем дейді. Ол мысалы үшін апрельде туылған немесе майда туылған балдар әкесінің, шешесінің қателіктерін тек олар тірі кезінде ғана өтеуге көмектеседі. Олар уже о дүниеге кеткеннен кейін олардың қателігін ешқашанда жаңағы проработка жасамайды. Енді келесі ай июнь, маусым айы, июньде, маусым айында туылған балдар, олар мына адам мен адамның арасында қарым-қатынасты үйренуге келген. Енді әртүрлі ғой, тек қана әйел адам мен ер адамның арасында қарым-қатынас емес, мысалы бауырлардың арасында қарым-қатынас, жұмыс бабында, бизнес партнерлар бола ма, сондайлардың арасында бәрінде қарым-қатынасты үйренуге келген адамдар. Сондықтан да семьясында мамасы, папасы июньде туылған адамға өте жаңағы мына
ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынастың қандай болатындығын көрсету керек. Және баласына үйрету керек қандай, бауырлардың арасында қарым-қатынас қалай болу керек. Көбінесе өздері де бір жаңағы философский болып келеді, әр нәрсені сұрай береді, бәрін білгісі келеді. Сондықтан да оларға ерінбей, жалықпай адамдардың арасында қарым-қатынас қалай болады, соны үйрету керек. Өйткені олар уже егер есейіп кетсе, жасы 25-тен ары қарай асып баратса, олар уже семья құрғысы да келмейді, ойланады. Постоянно идеальный нәрсе іздейді. Бәрі дұрыс болу керек, жақсы болу керек, былай болу керек, былай болу керек. Оны енді жақсы, жаман жағын бәрін айтып көрсету керек оларға. Енді келесі ай июль. Июль айында, шілде айында туылған адамдар, бұлардың задачалары шамалы жеңілдеу. Бұлар өздерінің туған жерлерінде, туған қаласында тұрмай, басқа қалада тұру керек. Мысалы үшін бір қалада туылды ма, мысалы үшін Алматыда туылса, ол или Астанада тұру керек деген сияқты. Бірақ өтіп көшкеннен кейін өзінің жаңағы семьясындағы, өзінің жаңағы туылған бауырын, біреуін, туысқанын көшіріп алып қасына апарып тұрғызу керек. Мысалы Алматыда туылды дейік, өзі енді қыз бала болса тұрмысқа шықты дейік, Астанаға, сол артынша сіңілісін немесе інісін сол қалаға көшіріп алып солай тұру керек. Немесе жұмысы командировкамен байланысты болу керек. Егер көшпейтін болса, сол ауылда өзінің туған жерінде тұра беретін болса, онда көбінесе бір жерде отырмайтындай командировкамен байланысты жұмыс болу керек. Болмаса қыдыру, жаңағы басқа елге шығу, басқа жаққа бару, көбінесе сондай қыдырып жүру, путешествие дейді, сондайды көп жасау керек. Енді августте, тамыз айында туылған адамдар, олар өздерінің мамасын, папасын татуластыруға келген адамдар. Мамасы мен папасын татуластырып, ұрыс-керіс болғызбай, сосын міндетті түрде соның кесірінен ұрыс болмау керек үйде. Өйткені ол августте семьяда, августте бала неге туылады? Тамызда, тамызда семьяңызда бала туылса, онда мамасы, папасының екеуі отбасыда үйленген кезде партнерлары бір-бірін дұрыс таңдамаған деген сөз. Папасының басқа әйел болу керек, немесе мамасының басқа күйеуі болу керек екен. Сондай жағдайда, бірақ енді бұлар үйленіп қойды, сондықтан да семья ешқашан бұзылмау керек. Сол мақсатпенен семьяда тамыз айында бала туылады. Неге? Бұл семья жаңағы ажырасып кетпеу керек, сондықтан да басын біріктіру үшін, татуластыру үшін бала августте туылады. Егер де әке-шешесі ажырасып кетпей, жақсы өмір сүріп, тату-тәтті сондай болса, сол кезде бұл августте туған баланың да өзінің өмірі сондай жақсы болады. Соған байланысты. Келесі ай ол сентябрь айы, қыркүйек, сентябрь айында туылған балалар, олар өте дарынды, творческий, талантты болып келеді. Өздерінің тұқымында, ата-бабаларында бір жойылып кеткен талант болса, соны шығаруға келген, осы өзінің мына тұқымын, ата-бабасын, өзінің фамилиясын, соны жаңағы елге таныту үшін, қайтадан атын жаңғырту үшін келген адамдар. Сондықтан да егер сентябрьде туылған болсаңыздар, аталарыңыздан, әжелеріңізден, мамаларыңыздан, папаларыңыздан сұраңыздар, кімде қандай талант болған, өзіңізде болса, соны шығарып жаңғыртуыңыз керек. Келесі октябрь. Октябрьде, қазан айында туылған адамдар, олар өздерінің мына туылған туылған семьясында әке-шешесінің немесе ата-бабасынан келатқан бір байлықтары болса, өздері сол әке-шешесінен наследство алуға тырысып, соны заслужить етіп, наследство алған жағдайда, бұлар соны көбейтуге келген адамдар. Мысалы, әкесі қызына, енді болады ғой, кейде төсек орынның орнына квартира беріп жатады. Ол квартираны немесе машина беріп жатады, немесе ақшалай беріп жатады. Соны олар босқа жұмсап тастамай көбейтуге тырысу керек. Бір квартираны екеу болу керек, екеуді үшеу болу керек деген сияқты ғой. Ұлдарға да мысалы үшін үй береді, машина береді әке-шешесі, кейде сол кезде соны олар сатып басқа жерге көшкен жағдайда да ол үйінен
үлкендеу, одан кеңірек, одан қымбаттау нәрсе алып өзінің жаңағы не дейді капиталын, иә, сол семьяның капиталын көбейтіп, соны өзінің ары қарай балдарына беруге тырысу керек. Енді ноябрьде туылған балдар, ол бұлар да өте сондай ақша табуға мықты адамдар болып келеді. Ноябрь, қараша айы, қараша айында туылған балдар, қыздар өте ақша табуға, ақшаны қалай табуға, не істеуге, олар даже өзі білгенімен тұрмай басқа адамдарды үйрете алады қалай ақша табуына. Бұлар да өздерінің семьясындағы негізінде ақша емес, сол семьядағы жаңағы деңгейді көтеруге, бұл семьяның статусын, тұқымның статусын көтеруге келген адам. Өйткені мысалы үшін бұл жерде ол ноябрьде туылған баланың әке-шешесі қарапайым жұмысшы болса, бұл хотя бы минимум ең төмен дегенде менеджер болу керек. Әке-шешесі менеджер болса, бұл бір жерде бастық болу керек. Енді сол фамилияның атын шығаратындай адам болу керек. Бұл жерде енді көбінесе ең оңай нәрсесі, бұл ноябрьдің адамдары көбінесе спортқа жақын болады. Сол профессиональный спортта жетістікке жетсе өте жақсы болады. Енді соңғы ай желтоқсан айында, декабрьде туылған адамдар онша бұндай жаңағы қатты мақсаты жоқ. Өзінің тұқымының алдында, бірақ бала кезінде әке-шешесімен өте қатты жаңағы тығыз қарым-қатынаста болмайды бұлар көбінесе. Әке-шешесі бұнымен онша жұмыс қайтсам екен. Енді жаңағы маминкен сыночек, папинкен сыночек болмайды, бірақ көбінесе әже атасын асырып тастайды, көбінесе лагерьге жібереді, я болмаса үйдің үлкені болады да өзінен кішкентай балдарына қарап көмектеседі. Сондай нәрселерді көргеннен кейін бұлар өте тұйық, бәрін ішінде сақтайтын болады. Содан кейін өскеннен кейін ересек өмірінде бұлар көп адамменен былай общение жасауға жоқ болады, иә. Сондықтан да декабрьде туылған, желтоқсанда туылған адамдарға көбінесе общение көп болатын жұмыс керек. Танымал болу керек олар. Көп адамның алдында сөйлейтіндей жұмысы болу керек. Сондай болу керек. Сосын тағы да енді кішкентай бала кезінен бастап әке-шешесімен қарым-қатынас тығыз болмаса да, именно желтоқсанда, декабрьде туылған балдарға әке-шешесі көмектеседі. Ұялмай көмек сұрай беріңіздер. Декабрьде туылған адамдар өздерінің мамаларыңыздан, папаларыңыздан ұялмай көмек сұрай беріңіздер, олар көмектеседі сіздерге. Міне енді осы қысқаша тез айтып өткенде, әр айда адам неге туылады, соны сіздерге айтып өттім. Келесі видеомда сіздерге туылған күнге байланысты қалай адамдардың жаңағы несі болады ғой, карма дейді ғой, кармический сабақтары, сол ақша жағынан, финанс жағынан қандай кармический сабақтары бар екенін соны айтып өтейін. Ол енді үлкен бір сабақ сияқты болады. Оны енді сіздерге дайындап келесі видеомда айтарым. Егер менің жаңағы қазақша нумерология осы каналым ұнап жатырса, жазылып өтіңіздер және лайк бассаңыз, мен өте қуанышты болар едім. Сау болыңыздар.